Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 400 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып араластырамыз. Жүз 50 грамм қант қосамыз. Жүз 80 грамм сары майды қосып, крошка жасап аламыз. Екі жұмыртқаны қосып, жақсылап қамыр илейміз. Салмасын жасау үшін сүзбеге қант қосып, жұмыртқа қосып араластырамыз. Менің сүзбем құрғақ, сол үшін мен кішкене сүт қостым. Ал егер де сіздерде құрғақ болмаса, сүт қоспай қоюыңызға болады. Қамырды противенге жайып, мен сияқты осылай шанышқымен жасап алыңыздар. Сосын салмасын қамырдың бетіне жақсылап жаямыз. Жүз 80 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Менде сәл күйіп шықты, бірақ өте дәмді болды.